бастайық. Негізі өздеріңіз білесіздер, бұл чат Асқар Қайырбек ағамыздың ашқан чаты. Негізгі мақсаты осы халықтың ойын білу. Бұл жерде чаттың негізгі ұстанымы бұл таза қазақ тілінде жүргізу. Осы қаймана қазақтың ойын білу, неге бізде өзгерістер болмай жатыр, неге басымыз бірікпей жатыр. Сосын халықтың көзін ашу, рухын ояту, осы бағытта ашылған чат. Бұл жерде негізі саясатты көп жаңағыдай қозғамаймыз, митингілерге шақырмаймыз деп солай айтылған болатын. Қазір енді Асекең жағдайын білесіздер, ол кісі енді арамызға қосылар. Сол күнге жеткізсін бәрімізді. Сосын өзінің ойын айта жатар. Бұл жаңағы сайлауға байланысты. Қазір енді ел сол сайлау деп дүрлігіп жатыр. Пікірталастар болып жатыр. Кешеде бүгінде сол көп қарап шықтым. ютубта да барлығын, бүкіл чаттарда да әңгіменің барлығы сол сайлаудың төңірегінде болып жатыр. Енді осы тұста жаңа 5 жылда бір келетін сайлау, елдің болашағы, әрқайсымыздың болашағы осындай сайлауларға байланысты, тікелей біздің таңдауымызға байланысты. Сондықтан да қалайда ат қосу керек, үйде құры жатпай, ол сайлауға ат салысу керек. Ол енді қандай түрде болады, ол енді әркімнің өзінің таңдауы. Менің өзімнің позициям бар, өзімнің ұсынысым да бар. Мен ол туралы қазір кейінірек айтайын. Алдымен бұл жерде ағалар сөйтіп қолқа салды. Тек үлкендер сөйлей бермесін, жастар да айтсын деп өз ойларын. Біздер енді жас дегенде де енді 30-дан астық, орта буынға да жақындап қалдық. Сондықтан да өз ойымды білдіріп кетейін, сосын дұрыс бұрысын өздеріңіз айтып жатарсыздар. Енді тақырып қазіргі парламенттік ахуал. Енді ахуалы мәз емес, не жыларыңды, не күлеріңді білмейсің. Бұл жерде мен мұна қарап шықтым. Бізде қазір қандай партиялар бар, оны білетіндер бар, білмейтіндер бар. Мен жалпылама қысқаша ғана жаңағыдай сипаттама ақпарат беріп кетейін. Бізде қазір 6 партия бар екен тіркелген. Оны жаңағы Нұр Отан төрағасы Назарбаев Нұрсұлтан, экс-президент әлі де сол төраға болып отыр Нұр Отанға. Одан кейін Ақ Жол партиясы төрағасы Азат Перуашев. Оны да білесіздер. Назарбаев орнынан кеткен кезде көзінен жас алып сөйтіп шығарып салған ағамыз. Одан кейін коммунистердің партиясы Владислав Косарев төраға КНПК дейді. Бұл енді мен өз жеке ойым, бұндай коммунистік партия деген жалпы тәуелсіз Қазақстанда болмау керек, бұндай атау. Бұл енді баяғыда атауға басын сүйегі қурап біткен сол идеология кеткен, бірақ әлі де сол қалмай келе жатыр. Шифонерден шыққан жаңағы адамның скелеті ұқсап, әлі де сол коммунистер бар біздің арамызда. Сосын ауыл партиясы төрағасы Али Бектаев деген азамат екен. Одан кейін 5-ші партияны Бірлік деген партия. Оны 1-2 күнде болса атын өзгерткен екен. Адал партиясы деп төрағасы Серік Сұлтанғали. Қазақта айтады, жаманитін атын бөрі басар қояр деп. Сол сияқты аты да енді керемет екен, адал деп. Сосын ОСДП партиясы төрағасы Асхат Рахимжанов дейді. Осы 6 партия тіркелген.
Енді мына 10 қарашадан бастап осы партиялар өздерінің жаңағы кандидаттарын ұсынатын болады. Сайлау деген 2021 жылдың 10 қаңтарына белгіленген. Енді есептегенде 2 ай уақыт қалып тұр. Мына мен жаңа суретті жіберіп отырмын. Қазір мәжілісте, сенатта қаншама депутат отыр. Олар жаңа қандай партиялардың атынан отыр. Бізде мына Нұр Отаннан 84 депутат отыр екен. Ақжолдан 7, КМПК-дан 7, Ассамблея Қазақстаннан 9 депутат. 5 жыл, мерзімдері 5 жыл. Сосын сенатта 49 депутат. Бұл енді Қазақстанның әр өңірінен 2 адамнан. Сосын жаңағы басты қалалар бар, Астана, Алматы сияқты республиканского значения. Сол қалалардан 2 адамнан. Сосын тікелей президенттің сайлауымен 15 депутат. Соның барлығын қосқанда 49 адам бізде сенатта отыр. Бізде қос палаталық деп айтамыз, мәжіліс және сенат. Одан кейін енді мәслихат бар, оны білесіздер. Олар енді жаңағы аудандық, аймақтық депутаттар. Негізі енді ойлап қарасақ, өте маңызды жерде отырған адамдар ғой депутаттар. Түгел халыққа пайдалы заңдарды жасайтын, пайдасын алып тастайтын барлығын келтіріп, осы билік пен халықтың арасында диалогты солар өздері арқылы жүргізіп, ешқандай жаңағыдай айқай-шусыз бүкіл барлығын реттеп отыратын халық қалаулылар деп айтады ғой. Депутаттарды халықтың сайлаған адамдары. Сондықтан да бұл жерде бірінші орында олар халықтың жағдайын ойлау керек. Бізде енді әрине қазір көріп отырмыз, қандай жағдай болып отқанын. Қазір халық қалаулылар деп айтуға бола ма, болмай ма? Бұрындары негізі қазақта датқа деген сөз бар екен, датқалар алқасы дейді. Бұлар сол қазіргі тілмен айтқанда сол депутаттар, датқалар. Тақсыр датым бар, датым болса айт деп айтқан болған бұрындары. Сол кезде жаңағы датын айтатын болған ғой. Халықтың жағдайы осындай деп, осындай заңдар керек, осындай көмек керек, осындай өзгерістер болып жатыр. Соның барлығын айтатын осы депутаттар ғой негізінде, датқалар. Естеріңізде болса, 90 жылдары әлі жаңағы елорда ауыспағаннан бұрын Алматы қаласында Назарбаев тек билікке келген уақыттары парламенттің алдында жаңағыдай сөз сөйлейтін, былайша айтқанда әрбір ісін жасайын деп отырған, әрбір жаңағыдай ұсынып отырған идеялардың барлығын осы парламентке салып талқылайтын болған. Сол кезде мықты біздің ағаларымыз болды парламентте. Көптеген ағалар болды. Сұрақ қоятын ағалар. Сол жерде кәдімгідей қызу пікір талас болып, мынау неге былай деп, мынау неге былай деп, Шерхан Мұртаза ағаларымыз естеріңізде болса, сондай бір керемет басында сондай парламент болған тұғын. Енді одан кейін жаңағыдай парламентті таратып, қайта сайлау, осындайлар бірнеше рет болды. Соның барлығы осындай сұрақ қоятын депутаттарды жаңағыдай арадан шығарып тасалау. Соңғылары мына Тоқтар Әубакиров ағаларымыз ақыры сол парламентте жаңағы өзінің ойын айтатын жаңағы депутаттар, халықтың жағдайын айтатын. Айналып келгенде енді қазір ләббай тақсыр дейтін халық қалаулылары қалды. Қандай заң болса да көзді жұмып қойып жаңағыдай қабылдап жүріп жатыр. Ешқандай ол жерде сұрақ қойып жатқан жоқ, ешқандай пікірталас болып жатқан жоқ.
енді кешегі мысалы жер мәселесінде де 2016 жылы шетелдіктерге 25 жылға жалға беруге болады деген заң мысалға. Ол 2014 жылы қаралып қабылданған, 2015 жылдан бастап ол кәдімгі заң ретінде қабылданып жаңағы іске қосылған. Бұны енді кім қабылдады сонда осы заңды? Сол депутаттар қабылдады 2014 жылы. Біздер оны қадағалап отырған жоқпыз, біздер оны біліп отырған жоқпыз. Біз тек әбден сол 2016 жылы шу шыққан кезде бір жаңалықтай 25 жылға жалға берейін деп жатыр деп айттық. Бірақ бұл заң одан 2 жыл бұрын қабылданған екен. Осындай жаңағындай біздің ұлттық жаңағындай қауіпсіздігімізге, біздің тәуелсіздігімізге, болашағымызға бір зиян келтіретін осындай заңдар, мысалы осы барлығын қадағалап отыратын негізі осы депутаттар. Сол үшін де бұл өте маңызды орын. Шын мәнінде биліктің барлығы сол депутаттардың осы қолында болу керек қой, халықтың атынан шын сайланған болса егер. Ал президент, министр деген олар атқарушы органдар, бұлар тек жаңағындай бір идеяларды ұсынып, сосын жаңағындай атқарушы орган тек жұмысын жасайтын, осы жұмысын арқада жүргізетін адамдар ғой, былайша айтқанда. Ал енді жаңағы мынау депутаттар, бұлар заң шығарушы орган, бұлар заң қабылдайтын орган. Бүкіл керекті, керек еместі заңның барлығы осылардан өтеді. Осылар соның барлығына жауапты шын мәнінде. Енді біздер осындайларға кейде мән бермейміз. Қазір енді жағдай солай болып тұр ғой. Біздің депутаттар тек жаңағы бір ауыздан деп қабылдап жүріп жатыр бүкіл заңның бәрін. Оның барлығы мен ойлаймын өз басым неліктен олай болып жатыр деп. Менің ойымша жаңағы осы біздің депутаттар олар нені ойлайды? Олар осы сайлауға өтсен, одан кейін жаңағындай 5 жылдан кейін қайта сайланған кезде қайтадан сол өзімнің жылы орнымнан айырылмасам, оның енді ар жағында сосын әр қайсысының бизнесі бар. Жеке өздерінің аттарына жазылмаса да енді құдайға шүкір тума-туыс жетеді қазақта. Ол ешкімге жаңағындай қалай айтсам бір белгісіз құпия дүние емес. Бізде қазір сол отырған депутаттардың әрқайсының өздерінің фермаларда, фазенларда, жерлерде, ресторандарда, бүкіл бизнестің барлығы сол бар. Біз одан жоғары отырғандардың қандай бизнестері болса, олардың да бизнестері бар. Сондықтан да оның барлығынан айырылу оңай емес. Бұл жерде қараған көзін шықмайды дейді ғой. Егер жаңағындай сол жерде болам десеңіздер, бәрібір сондай бір жаңағы іс-қимылға барады. Бұл жерде таза адам жоқ. Себебі бұл жерде бірін жаңағындай қаралап көрсету деген болмайды. Себебі барлығында жаңағы өздерінің арттарын біледі. Сондықтан да ешкім үндемей тек шаруаларын жасап отыр. Сондықтан да бізде елде ешқандай жаңағындай халыққа пайда келтіретіндей бір ондай өзгеріс керек деп айтып жатырмыз. Бірақ өзгеріс болмай жатыр. Осының барлығы сол жаңа үндемеген, тек әркім өзінің шаруасын дөңгелетіп жатыр. Ол жасырын емес, бәрі де біледі. Солай болып жатырған. Енді қазіргі жаңа парламенттің ахуалы осындай. Енді мына тағы да сайлау келе жатыр. Бұл жерде қазір көріп отырсыздар, мәжілісте отырған депутаттар бұл 3 партиядан, жаңа коммунистер, Ақ жол, Нұр отан, сосын ассамблеядан 9 депутат. Ал мына Бірлік, ОСДП, Ауыл деген партиялардан бірде-бір жаңа
соған сондай дауыс жинаса, олар да өздерінің жаңағы нелерін, депутаттарын мәжіліске кіргізе алады. Енді осы соңғы бір жылда президент сайлауы өткеннен кейін де осы парламенттік сайлауға қатысамыз деп әртүрлі бізде қозғалыстар бар. Бұлар тіркеуден өтпей қалды, ешкімді де тіркеген жоқ. Бұл Жанболат Мамайдың Дем партиясы, бізде Хақ дегенде Тоғжан Қожалиева деген басшылары, сосын Желтоқсан 86 деген ұйым, енді Көшемен ДВК-ның жағдайын білесіздер, олардан тіпті экстремистер қылып жүрді. Сондай айыптап, сосын Еркін Қазақ бар, осындай жаңағы бізде қозғалыстар, ұйымдар, жаңағыдай партиялар бар. Бірақ бұлардың біреуі де бұл сайлауға қатыса алмайды. Билік бұлардың біреуін де тіркеген жоқ. Сонымен енді бұл сайлаудың болуына енді 2 айда уақыт қалды. Енді сайлаусыз сайлау деп айтып жатыр. Выборы без выборов деп. Шын мәнінде бізде ешқандай таңдау жоқ. Егер президенттік сайлау кезінде мысалы көпшілігі қосарлыққа үміт артып, қалайда бір жаңадан қосылған партия деп, жаңадан қосылған адам деп, бір өзгеріс болып қалар деп, бір үміттеніп дауыс берген болатын халық. Енді қазіргі сайлауға қарайтын болсақ, парламенттік сайлауға, бұл жерде енді бізде тіптен ешқандай таңдау жоқ деп айтуға болады. Бұл жаңағы аталған 6 партияда бұл жаңағы биліктің қол астындағы партиялары, бұл бір заңдылық сияқты болып тұр билік тарапынан. Көнсеңдер де осыған көнесіңдер, көнбесеңдер де осыған көнесіңдер деген сияқты. Бұл жерде ешқандай таңдау жоқ. Оны 100% халықта біліп отыр. Бұл сайлауға қатыссақ та, егер қатыспасақ та, бойкот жарияласақ та, қандай жағдай болмасын, бәрібір осы жаңағы партиялар өздерінің жаңағындай келісілген дауыстарын алады, отыратын орындарына отырады, ары қарата жұмыстарын жалғастырады. 10 жерден, 20 жерден, 100 жерден бақылаушыларды қояйық, басқа нәрсе істейік. Билік бәрібір жаңағыдай заңды бешесіне басып тұрып, президенттік сайлау кезінде оның бәрін көрдік. Соны басып тұрып, заңды өздері дегенін жасайды. 100% оны олар біліп отыр. Халық та соны біліп отыр. 100% жаңағыдай осылай болатынын. Енді бұндай жағдайда енді не істеуге болады? Бұл енді кәдімгі бір заңдылық сияқты болып тұр ғой, былайша айтқанда. Осылай болады, осындайға тақап тіреп әкеліп қойып тұр. Басқа жаңағыдай ешқандай бұдан шығатын жолы жоқ. Осындай жағдай. Енді мен өзімнің жаңағы ойымды осы сайлауға байланысты позициямды білдіре кетейін. Мен кешеден бері сол бірталай қарап шықтым. YouTube-тан да бірталай пікірталастар болып жатыр. Әлі де болып жатыр пікірталас. Әлі де бір шешімге әлі келмеген сияқты. 100% осылай жасаймыз деп. Бірақ әйтсе де жаңағы бойкот деп жариялаймыз деген адамдар көпшілік болып жатқан сияқты. Солардың дауыстары жаңағы қаттығырақ естіліп жатыр. Кеше мына Полит КЗ деген канал
Бекежан қажы келдім. Сол кісілердің сөзін тыңдадым. Сосын жаңағы Еркін Қазақ, Ержан Тұрғынбай, Серік Абдрахман ағамызбен сұхбат жүргізді. 3-4 күн бұрын. Соларды тыңдап көрдім. Соның барлығын енді салыстырып қараған кезде чаттарында әңгімелерін тыңдап жатырмыз. Көбісі сол бойкотқа негізі ой тіреп жатырған сияқты. Енді мына жерде мына Ержан Тұрғынбаймен жаңағы Серік ағаның айтулары бойынша бізге тез арада, осы 2 айда бір жаңағыдай ортақ партия құру керек дейді. Соған барлығы кіру керек дейді. Одан кейін жаңағыдай сайлауға қатысу керек дейді. Егер жаңағыдай ешқандай нәтиже болмай жатырса, онда жаңағы бойкотқа, жаңағы митингке шығу керек деген сияқты әңгіме айтады. Бірақ мен өз басым жаңағыдай қазір бір ортақ бір партия пайда болады, соған бірікпей жүрген әртүрлі ұйымдар, топтар бірігіп кетеді дегенге өз басым сеніңкіремеймін. Дәл қазір оған қосында бізде әзір партиялар бар. Мысалы, Дем партия сияқты басқа да. Солардың өзін тіркемей отырған кезде билік қазір біздің асығып, шала-пұла құрған партиямызды енді тіркемейтіні 100%. Сондықтан да оған уақыт кетіргенше бойкотқа жұмылу керек сияқты. Егер сол бойкотта егер бастар қосылса, осы жан-жақта жүрген ұйымдар соның негізі рахмет айту керек. Соның негізі бір жақсы жаңалық болар еді. Бірлік керек деп біздер күнде осы чатта ағаларды барлығы айтып жатырмыз. Күндегі айтып жатырмыз, бірлік керек. Енді мына бір керемет жаңағыдай жағдай туып тұр. Сол бірігу үшін менің ойымша осы тұста біздер бірігу керекпіз. Бір жұдырық болып, осы жан-жақта жүрген барша осы ұйымдар, партиялар бірігіп, мына сайлауға деген, билікке деген қарсылығымызды білдіру керек бізді ойлаймын. Бұл жерде енді бойкот болғанда да бұл сайлауға бармайды, үйде жатып бойкот жасау емес. Бұл белсенді бойкот. Бұл жерде билік көру керек. Халық деген бұның келіспейді. Халық бұған наразы бұл іске. Бұны мен өз басым мазақ деп, күлкі деп қабылдаймын. Билік тарапынан жасап отырған. Бұл енді ешқандай партияларды біздер мысалы бұл жерде халықты кінәлаудың жөні жоқ деп ойлаймын. Халық барлығына көнді, әділ ойнауға тырысты. Заң жаңағы шеңберінде сайлауға да қатысты, барлығын жасады. Енді мына жағдай парламенттік сайлау бұл жерде енді тіптен жаңағыдай таңдаусыз қалдырып тұр халықты. Бұл енді қиянат халыққа жасалып отырған. Бұл жаңағы бетіне былш етіп бір түкіргенде сияқты бір сондай бір мінез, сондай қимыл керек десеңіз де. Сондықтан да үйтіп халықпен ойнауға болмайды. Адам құсап бұл жерде тіркелгісі келді. Мысалы сол Жанболат Мамайдың партиясы тіркелсе де әйтеуір қазір бір таңдау бар деп халық соған да дауыс берер еді. Бірақ ондай жағдайда орын алған жоқ. Оның үстіне белсенділерді жаңағы қудалап, керемет ағаларымыз бостан-бос қазір жаңағы қапаста отыр. Соның барлығын ойлай келе біздер үнсіз қалмау керекпіз. Бұл жерде бойкот болса, онда белсенді бойкот жасау керек. Сол жаңағы сайлау дейінде, сайлау кезінде де бұл жерде тағы бір ойлар айтылды. Бірінші біз жаңағыдай сайлауға қатысайық, бірінші алданайық, содан кейін барып көшеге шығамыз. Енді бұл жерде алданатындарыңызды 100% біліп отырсыздар. 100% соны біліп отырсыздар. Соған қатысқандар өзінде де, сол алданатыныңызды да барлығын біліп отырсыздар. Үйтіп ашу шақырудың қажеті жоқ шығар. Ашу онсыз да бар, онсыз да алдап жатыр.
Сондықтан да бұл сайлауға менің жеке пікірім, қатысудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Оған тек жаңағыдай бойкот жасау керек. Мен енді қазір көше партиясының позициясын әлі күнге дейін толық деп түсініп отырған жоқпын. Қандай жаңағыдай позиция болады. Жаңа кейбір ағаларымыз айтып жатыр ғой, әлі де жаңа үлгереміз, партия құрайық деп жатыр. Оған да мен көзқарасымды айттым жаңа. Кейбір жаңағы адамдар айтып жатыр, жаңа ОСДП болсын, солардың біреуіне дауыс берейік, солардың қатарына кірейік, өтейік, сосын жаңағыдай бақылаушыларды көптеп сайлайық, болсын барлығын қадағалайық, әшкерелейік, көрсетейік деп. Бірақ бұл жерде жаңағы партиялар, ОСДП болсын, басқасы болсын, олар қатарларына қазір ешкімді қосып жатырған жоқ. Қосса бірен-саран адамдарды жаңағыда тексеріп, таңдап тұрып, мүмкін қосып жатырған шығар. Ал былай енді белсенділерді, халықты өзінің қатарымызға келіңдер деп ондай үндеу де ешқандай ондай жоқ. Бұның себебі өз басым ойлаймын. Бұлар жаңағыдай егер белсенділер, жаңағы басқа адамдар партияларға кіретін болса, онда жаңағы ішкі өздерінің тәртіптері бар, уставтары бар, соның өздерінің бір қатып қалған қағидалары бар, соның барлығын өзгерту керек болады. Ол жерде көптеген ойлар айтылады, сұрақтар қойылады. Оған олар әзір емес. Екінші жағынан билікте ондайды қаламайды. Сондықтан да бұлар екі жақтан да таяқ жеп қаламыз ба деген ойда болу керек. Сондықтан да ешкімді де қатарға шақырып жатырған жоқ. Сол өздерінің күштері өздеріне жетеді. Нақты енді біліп отыр ғой, шамамен сол 7-10%-терін алады да, сол аз-маз ғана депутаттар кіргізіп отырғызады. Сонымен ары қарата күндерін жасай береді. Сондай болғаннан кейін бұл жерде ол партиялардың да мысалы қатарына кіреміз деу, сол арқылы бірнәрсе өзгертеміз деу де бұл жерде енді болмайтын нәрсе деп ойлаймын. Енді өздеріңіз енді байқап көріп отырсыздар, жан-жақтан бүкіл жолдың бәрін жауып тастаған, ешқандай қимылға жаңағыдай заңдылық енгізіп қойған ғой, былайша айтқанда, осылай болады деп, басқаша болу мүмкін емес деп. Мысалы енді бірдеңені аспанға лақтырсаңыз, тасты ол тас тартылыс күшімен, енді сол заңдылық қой, жерге түседі қайтып. Сол сияқты біздің билікте халыққа енді осындай заңдылықты жасап тұр ғой, былайша айтқанда. Сендер қалай секірсеңіздер де, қалай тырыссаңыздар да, ол осылай болады деп. Енді осылай болды деп жаңағыдай осының барлығына келісіп жаңағыдай отыру дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл жалпы деген біз қазақ өте дана кемеңгер халықпыз. Бір сөзбен жауды тоқтатқан сөз сүйектен өтеді дейді. Негізі ойлап қарайтын болсақ, халық шын мәнінде осы билік басында отырғандардың былайша айтқанда әкесі. Неге десеңіздер, сол билік басындағылардың біреуі де аспаннан ешкім салбырап түскен жоқ, ешкім бай болып, манап болып түскен жоқ. Барлығы да осы халықтың байлығы. Бұл жерде бұл жер барлығымызға ортақ. Демек, бүкіл қазба байлық болсын, бүкіл байлық барлығымызға ортақ. Енді осы байлықтың арқасында егер олар жаңағыдай байып отырса, балаларын шетелде оқытып отырса, жақсы киім, жақсы тамақ, жақсы көлік, жақсы үй, осының барлығын егер олар иемденіп отырса, оның барлығы осы халықтың арқасында. Осы халықтың еңбегінің арқасында
жалпы халықсыз олар ешкім емес, ешқандай билікті емес. Егер халық бетін бұрып олардан бұрылып кететін болса, олар ешкімге де керек емес болып қалады, былайша айтқанда. Сондықтан да халық ол биліктің әкесі. Сол биліктегілер халықтың арасынан шықты. Барлығы да ауылдан шықты, керек десеңіз де. Осы халықтан шыққан адамдар барлығы да. Ешкім аспаннан түскен жоқ, басқа планетадан келген жоқ. Осы халықтың арқасында олар сөйтіп жүр, былайша айтқанда. Сондықтан да халыққа бұндай қиянат жасау, менің ойымша, бұл өте үлкен күнә. Бұл жаңағы дұрыс емес. Халықпен бүйтіп ойнау, халықты күлкі ету, мазақ ету, бұл өте қате іс. Егер кез келген бала үшін ең қорқынышты нәрсе өзінің әкесі мен шешесінің алдында ең жаңағындай таңбаға, сүйекке таңба болатындай өте бір сондай қазақ үшін ең бір сондай қорқынышты нәрсе ол өзінің жаңағы әке шешесінің ақ батасын алмай қарғысына ұшырау, теріс батасын алуды білем. Енді тарихтан қарасаңыз да халықтың немесе бір адамның жаңағындай теріс батасына, немесе бір баланың өзінің әкесінен теріс бата алып көгергенін, бір дамығанын, бір адам болғанын, өскенін көрген емеспіз. Оны тарихта дәлелдейді. Оны енді Абай жолы романында да Құнанбай Абайға теріс батасын береді. Сол кезде енді білесіздер ғой, өзінің мәпелеп өсірген қос ұлы өзінен бұрын қайтыс болып кетті. Егер ол енді шын сондай факті болса, енді мен өз басым ойлаймын, сол әкесінің берген қарғысының кесірі деп, теріс батасының кесірі деп. Мен енді өз позициямды айттым. Бұл енді нақты бұл бойкот. Ешқандай білмеймін, басқа бұл жерде көріп тұрған жоқпын. Белсенді бойкот. Мен өзім соған іштей соған дайынмын. Енді мен ұсынысым бұл жерде айтып отырған билік тәуесіне келу керек. Бұл жерде жаңағындай бойкот егер болатын болса, халық жиналып, жаңағы әртүрлі күштер бас қосатын болса, бұл жерде мен өз басым ойлаймын, халықтың ешқандай кінәсі жоқ, шыдап келді барлығына да. Бірақ енді айтады ғой, ағайын аразы болса да ат құйрығын кесіспейді деп. Бірақ біздер сол ат құйрығын кесісу керек сияқтымыз бұл билікпен. Енді одан арғысына шыдау мүмкін емес. Сондықтан да аузы дуалы ақсақалдар қазір де табылады әр өңірден. Мен өзімнің сондай ұсынысым. Бұл билікке теріс бата берілу керек. Қолда кәдімгі алақанды теріс жайып, атап тұрып, бата деген сөзді кейін қарата оқысаңыз, атап деген сөз шығар, бұл атап тұрып бата береді. Ондай батаны жасайтын адамдар да бар шығар. Барлық ақсақалдар біледі оны. Қалай оны айту керек, не айту керек. Қалғандарымыз тек ишаратын жасап, бетімізді сипап, соның барлығын видеоға, журналистердің барлығын шақырып, соның барлығын түсіріп, керек десеңіз шетелге немесе сол бақылаушылар да болады. Халық соны көрсін, білсін. Не болып жатқан, халықтың ойы қандай, бұл сайлауға байланысты, билікке байланысты. Сол кезде мен ойлаймын, енді жүрегі құттайда бір кішкене болса да бір ар-намыстары болса, халықтың тарапынан бұндай іс жасалатын болса, олар тәубелеріне келеді деп ойлаймын. Себебі
сөз еттен өтеді. Ол жай сөз болғанмен ол жерде қалмайды. Оның барлығы өте ауыр нәрсе негізі. Бұндайға қазақ енді өте бір жаңағыдай күнде болмашы нәрсеге бұндай іс-қимыл жасамайды. Енді бірақ дәл осы сәтте мен өз басым ойлаймын, осындай істі мысалға қолдан келеді жасауға. Оны енді қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма, енді өздеріңіз айта жатарсыздар. Бұл тек ұсыныс қана. Енді өздеріңіз білесіздер, Машһүр Жүсіптің не айтқаны бар, 30 жыл ұрыға ара билейді, сосын барып кетеді. Енді 2021 жыл сол 30 жыл болады ғой бізге. Сол теріс баталарын алып, ақыры сол өз жөндерімен кетсе деген ой ғой. Енді барлығына да шыдадық, көрдік, бірақ дәл қазір жасап отырғандары бұл енді мазақ деп ойлаймын. Халыққа жасап отырған қиянат. Сондықтан да ойым осылай. Енді эфир негізі парламенттік қазіргі ахуал не болып жатыр, мен ақпарат барынша айтып шықтым, білгенімді. Оны менен де артық білетін шығарсыздар. Оның барлығын жалпы ой осындай.